Өмір бір шежіре. Әр адамның ғұмыры тарих беттеріне жазылған қымбат естелік. Сол асыл шежіренің алтын парақтары біздің ардақты әке-анамыздан бастау алады. 1955 жылдың 21 қыркүйегінде Жаппар атамыз бен Ханым апамыздың отбасында Асқар таудай ардақты жан Сапархан әкеміз дүниеге келді. 1957 жылдың 20 наурызында Абдыхалық атамыз бен Нышанкүл әжеміздің шаңырағында мейірім мен махаббатқа толы жүрегіміздің алтын тірегі аяулы анамыз Гүлнахран жарық дүние есігін ашты. Жасынан еңбекқорлықты серік еткен, парасат пен кішіпейілділікті бойына тартқан әкеміз ел қатарлы азамат болып ер жетіп, уақыт келіп, отан алдындағы борышын өтеу үшін 1974 жылы әскер қатарына аттанып, 1976 жылы аман есен оралды. Тағдыр тоғыстырып, екі жасты қатар өсіріп, көрші етіпті. Көршіден туған сыйластық, көңіл жарасымына ұласып, 1978 жылы әке анамыз отау құрып, босағасын берік, шаңырағын биік етті. Сол күннен бастап, әулеттің алтын діңгегін орнатып, бір-біріне демеу болып, ақ отаудың керегесін кеңейтіп келеді. Анамыздың нәзіктігі мен даналығы, қайсарлығы мен қанағаты әулетіміздің берекесіне айналды. Бұл киелі шаңырақтан екі ұл, екі қыз өмірге келді. Балаларына дұрыс тәрбие, сапалы білім берді. Бүгінде немере сүйіп отырған ардақты ата, асыл әже атанды. Әкеміз Сапарханның өмір жолындағы ең үлкен еңбектерінің бірі ұстаздық қызметі. Ол 1981 жылдан бастап зейнет жасына жеткенге дейін Комсомол орта мектебінде шәкірт тәрбиелеп, сансыз жастың жүрегіне білім мен парасат дәрін септі. Әр баланың жүрегіне шамшырақ болып, өнегелі ұстаз, сыйлы азамат атанды. Міне, бүгін біз үшін қос қуаныш тоғысқан ерекше мерейлі күн. Ардақты әкеміз 70 жасқа толып отыр. Сонымен қатар әке-анамыздың отау құрғандарына 50 жыл алтын той. Бұл тек отбасының ғана емес, бүтін бір әулеттің, ағайын туыстың мерейін асқақтататын зор қуаныш. Ардақты әке, аяулы ана, сіздерге деген алғысымыз шексіз. Бүгінгі жеткен жетістігіміз сіздердің мейірімдеріңіз бен маңдай терлеріңіздің жемісі. Алдағы өмірлеріңіз берекелі, ғұмырларыңыз ұзақ, дендеріңіз сау болсын. Балаларыңыздың, немере шөберелеріңіздің қызығын көріп, амандықта, шат-шадыман ғұмыр кешулеріңізді тілейміз. Менің әкем арқа сүйер тірегім, менің анам кеудемдегі жүрегім, тірегімнің құламауын тіледім, жүрегімнің жыламауын тіледім, тірегімнің құламауын тіледім, жүрегімнің жыламауын тіледім. Әке, бала күніңді сағынсам, маған қара, әке, өмірді саған лайықты. Анам ғана, ана, мен үшін төздің жауынға боранға да. Ана, әппақ сүтімді ақтаймын, алаңдама. Менің әкем саф алтынның сынығы, менің анам бал бұлақтың тұнығы. Я жаратқан қысқа ғана